Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді творожный чизкейк дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін қарап, ұнаса менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бір жұмыртқаға қант салып араластырып аламыз. Үстінен қаймақ, бөлме температурасында еріп тұрған сары майды салып, қасықтың көмегімен немесе вилканың, егер сізде миксер болса, миксердің көмегімен жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Міне осылай біркелкі етіп араласқаннан соң, үстінен ұнын, разрыхитель салып, тағы да миксердің көмегімен немесе қасық вилканың көмегімен араластырып қамырын илеп аламыз. Міне осындай бізде жұмсақ қамыр иленеді. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді қамырды пакетке немесе пищевой пленкаға орап, холодильникке қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге творог, қаймақ, жұмыртқа және де қант керек болады. Қаймақ бұл жерде менде 20% қаймақ. Проценті бұл жерде өте қатты маңызды емес. Не осылай барлығын тағы да вилканың көмегімен араластырсаңыздар болады, немесе блендермен жақсылап араластырып алсаңыздар болады. Барлығы біркелкі сұйық болып араласқаннан соң біздің салмамыз дайын. Осылай оны қойып қоямыз. Келесі кезекте біз қалыбымызды осылай сары май жағып дайындап аламыз. Диаметрі 24 сантиметрлік қалыбымызға осылай қамырды ұяшық тәріздес етіп, қасықтың көмегімен орналастырып шығамыз. Барлық жерін бірдей етіп, осылай жайып шыққаннан соң үстінен салмасын құйып, шетіндегі артық шығып тұрған жерлерін осылай қасықтың көмегімен тегістейміз. Осылай төмен түсіре отырып, барлық жерін бірдей етіп тегістейміз. Бұл бізде пирогымыз піскенде барлық шеті бірдей болып, әдемі болып көріну үшін. Енді пирогымызды 180-170 градуста 1 сағатта шеті қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Осылай үлпілдек шеті қызарған. Енді бұны бірден алмаймыз. Мұздағанша осы қалыбына қойып қоямыз. Міне мұздағаннан соң осылай өзіңіз қалаған ыдысқа салып, оны өз қалауыңызша әсемдейсіз. Мен малинамен әсемдеп жатырмын. Осылай өзіңіз және отбасыларыңыздың қалауынша түрлі жидектермен, клубникамен әсемдесеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп, егер сізге менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.